Сондай ақ өткенде айттық қой, егер түнде бір құлшылықты жасаймын деп өзіңіз бір дәстүр қылып алсаңыз, мысалы белгілі бір Құранды оқып отыру немесе түнгі намаз, сосын соны ұйықтап қалсаңыз, егер оны күндіз істей салсаңыз, 5-ге дейін мысалы дұға уақытынан былай түнде істеді деп жаза салады екен Алла Тағала. Кезектестіріп қойдық дейді. Мына жақта қалып қойғанда мына жақта қуалап ал деп. Түсіндіңіз бе? Мына жақта қалып қойғанды мына жақта қуалап ал деп. Сол үшін айналып жатыр дейді негізі бұл түн мен күндіз. Ана дүние тіршіліктерінің үшін емес дейді ол. Дүние тіршілік бәрі істеп жатыр ол. Ол аяқталады. Қиямет сағаты соғады, сонымен бітеді ол, бітті. Қайсысы қалады? Жаңа қуалап жүрген амалдарыңыз қалады. Күндіздегі 5 уақыт намазыңыз, түндегі жаңа түнгі намазыңыз дегендей. Түнде бірдеңкені жіберіп алдыңыз ба, күндіз қуалап аласыз. Сол үшін қойып қойғам дейді, оны кезектестіріп. Қараңыз қандай мәселе. Күндіз бір нәрсені істеймін деп істей алмай қалдыңыз ба, алаңдап адамдармен қонақ келіп қалып тағы басқа жиналыс